азамат сақтайды есінделін. Төбеден тауға келдің деп мысқылдап Нұрмахан жарамайдау есіргенің. Төбелердің тарихын мен айтайын, саған керек боп тұрса көсілгенім. Ай, Қаратаудың басынан көш келгенде, екі көзге мөлтілдеп жас келгенде, табанынан таусылып тосыл делім. Жоңғарлар ерлеріме қан жұттырып, күн қылып алып кеткен жесірлерін. Күңіреніп жатқанда жұрт осылай Күлтөбенің басында қосыл делім. Мұқым қазақ бас қосқан сол жиында, билерім кесіп айтқан кесімдерін. Осылай жоңғарларға төтеп беріп, көшілгері жылжыған көшімгерім. Жеті жарғы заңында сонда жасап, Тәукенің ел қолдаған шешімдерін. Сондықтан да төбеден кеп тұрсың деп, миымды жеп отырсың нешін менің. Келесі де төбені қомсынғанда, мына жайды сақтап жүр есіңдерім. Орда басы ордалы жұртты жиып, мәртөбе мәртебемді өсіргенін. Ой, күллі алаштың тағдыры ұмытпағын, Күлтөбенің басында оу шешілгенін, шешілгенін. Ой, шымғалаға шым болса қош келгенім, жарамас қонағыңа төс кергенің. Халық саны жағынан алдамыз деп, сол болдау турасына көшкен жерің. Алда болмай қайтеді бұл Шымкентте, бір үйде бала туса бестен келін. Мен жаңа мысал қылып айтып едім, Қаратаудың басынан көш келгенде, көшкен сайын бір тайлақ бос келгенін. 20 миллион жұрт болдық тәубе, қазір ешбір елден кем емес еш жерлерім. Қазақ саны көбейсе жөн болады ау, Шымкенттің еңбегін ескергенім. Астананың халқының тең жартысы білеміз Шымкенттен көшкендерін. Алматының жартысы тағы сендер, сен Шымкент болмасаң өстермедің. Ой, солтүстікке шақырып жатыр енді, толтырсын деп сол жақтың бос жерлерін. Заманның оңалғаны осы емес пе, жаңаша сипат алса ес көрінегім. Ой, күтіп жүрген қазақ көп, ал бүгінде Қаратаудың басынан көш келгенін, көш келгенін. Ой, бір пайдаң болмас елге тиіп кеткен, қайран жоқ байлығыңнан жиып кеткен. Ассалаумағалейкум Шымкентім, бірлікпен берекені ұйытқы еткен. Сендердің баталарың емес педі, Бекзатты батыр еткен, иықты еткен. Алтын алған алтындай ұлдарыңның темір тұлпар өмірін қиып кеткен. Бірақ қыршын кетсе де Бекзат балаң, көк туыңды әлемге сүйікті еткен. Қазақтың туын жықпас қасиетті, білемін Шымкентті жер ұйық деп мен. Елдегі ең биік ту сендерде тұр, күннің көзі сәулесін құйып көктен. Шырайлы шымғалаға басым дейдім, жаратқан несібені үйіп төккен. Ой, баласы да туымды биіктеткен, қаласы да туымды биіктеткен, биіктеткен. Ой, шал оқыған баладай әліппені, сөз түгілі қатеген әріптері. Төбеден кеп тынысың ашылдау деп айттым деп отырсың бат тауып тегі. Тынысым баяғыдан ашық еді, кім саған тынысымды жабық деді. Өйткені мен келген жер Ақтөбедей бір туар бұлбұлдардың анық төрі. Шәмшінің де ең алғашқы еңбек жолы бастауын Ақтөбеден алып беді. Тыныстап Мұғалжардың ауасымен Шәмші атамыз жұлдыздай жанып беді. Баурайы сол Мұғалжар тауларының Димаштың да атақоныс алып белі. Ой, Шәмшінің көмейінен ұшқан бұлбұл Димаштың таңдайына қонып беді. Айтпақшы қай бір жылы Ақтөбеге сен өзіңде келдің ғой барып тегі. Тынысың ашылды ма деп сұрардай, сол кезде қаның басқа шауып беді. Ой, тынысыңыз тарылып аяқ асты, жоқ әлде ауа жетпей қалып беді ауа, қалып беді ауа.